Бельгия елінде де сұрапыл соғыста қаза тапқан қазақ сарбаздарының қадау-қадау қабірі қалған. Осыдан бірер жыл бұрын қазақстандық дипломаттар солардың алтауының кім екенін тапқан еді. Есімдері анықталмағандар әлі де көп мұнда. Бүгін еліміздің осы мемлекеттік елшілігі мен тмд елдерінің дипломатиялық миссия өкілдері кеңес жауынгерлерінің ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Бельгияны фашистерден азат ету жолында шейіт болған кеңес сарбаздарының құрметіне ел үкіметі мына ескерткішті 1999 жылы орнатқан. Қазақстан елшілігі мен тмд елдерінің дипломатиялық миссия өкілдері бүгін ескерткішке гүл шоқтарын қойып, батырлардың рухына тағзым етті. Әлемде соғыс қайталанбасын деп тілейміз. Біз әскери дипломаттар ретінде осындай қайғылы оқиғаларға жол бермеу үшін бар күш-жігерімізді салып, бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау жолында аянбай қызмет етудеміз. Қазақстандық сарбаздарды іздестіру жұмыстарының нәтижесінде еліміздің Бельгиядағы елшілігінің қызметкерлері Генктегі бауырластар зиратына жерленген екі қазақты тапты. Қызылордалық Нұрадин Бейсеновтің қабіріне бірер жыл бұрын туыстары туған жердің бір уыс топырағын салды. Ал семейлік Уәлиев Тоғайбай Уәлиұлының жақындарынан әзірге еш хабар жоқ. Лимбург провинциясындағы Ланклар бауырластар зиратына да біздің екі отандасымыз жерленіпті. Олардың есімдері мына ескерткіш тақтасына жазылған. Скринников Дмитрий Васильевич, Наливайко Николай Васильевич. Екеуі де Алматы облысының тумасы. Қос сарбаз 1942 жылдың қысында тұтқынға түсіп, бір жылдан соң Шталак концлагерінде ажал құшқан. Курсель, Флерус қалаларындағы қорымдарда Лиховский Василий Тарасович, Янков Дмитрий Павлович есімді тағы да екі жерлесіміз жатыр. Еліміздің Бельгиядағы елшілігі осы азаматтардың туыстарына іздеу жариялайды. Қыршыннан қиылған боздақтардың есімін, жатқан жерін анықтау жұмыстарын дипломаттар әрі қарайда жалғастыра бермек. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Бельгия.